Құрметті достар, бүгінгі шарамыз Қазақстан Республикасының 30 жылдығына арналған «Бір ел, бір кітап» акциясына бүгінгі шарамыз арналады. Шара барысында балалар әдебиетіне арналады. Балалар әдебиетінде бөлімімен таныстырамыз. Ең бірінші ол балалар әдебиетінің атасы Ыбырай Алтынсариннің «Өнер, білім бар жұрттар» атты кітабы. Ыбырай Алтынсариннің шын аты Ибрахим, қазақтың аса көрнекті ағартушысы, педагогы, жазушы, этнограф. Келесі бізде Мади Айымбетовтың «Бар болғаны 14 жас» кітабы алынған. Мади Айымбетов 1946 жылы 14 қарашада Қостанай облысы Амангелді ауылында дүниеге келді. 1972 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін аяқтады. Үшінші кітабымыз Бердібек Соқпақбаевтың «Жекпе-жек» шығармасы. Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы Алматы облысы Нарынқол ауданы Қастөбе ауылында дүниеге келген қазақ балалар жазушысы. Келесі кітап Толымбек Абдраимовтың «Алабұға аулаған күн». 1972 жылы 2-ші қазақ орта мектебін, қазіргі Дулат Бабатай журналистика факультетін тамамдаған. Келесі кітабымыз Марат Қабанбаевтың «Жиһангез Тити» атты шығармасы. Марат Қабанбаев Зайсан ауданында Қараүңгір ауылында 1948 жылы 22 наурызда дүниеге келген. 2000 жылы қайтыс болған. Жазушы, орта мектепті бітіргеннен кейін құрылыста 1 жылдай жұмыс жасап, содан соң аудандық газетке жұмысқа орналасқан. Зира Науразбаева және Лилия Калаустың «Алтын тостаған іздеу». Лилия Калаус родилась в 1969 году в Алмате. Закончила филологический факультет КазГУ. Имеет крымско-татарское, эстонское этническое происхождение. Филолог, писатель, блогер, литературный редактор. Наурызбаева Зира Жетибаевна, исследователь казахской мифологии, писатель, киносценарист, переводчик с казахского языка на русский. Енді сұрақтарға кезек берсек. Бірінші сұрағымыз Ыбырай Алтынсарин туған жері. Екінші сұрақ Марат Қабанбаевтың туған жылы. Бердібек Соқпақбаевтың қай шығармасына кино түсірілген. Төртінші сұрағымыз «Бір ел, бір кітап» акциясы бойынша Толымбек Абдраимовтың қай шығармасы таңдалған. Мади Айымбетов қай жылы дүниеге келді. Алтыншы сұрағымыз Ыбырай Алтынсариннің туғанына биылғы неше жыл. Биылғы «Бір ел, бір кітап» акциясындағы балалар әдебиеті бөлімі бойынша қай жазушы Ыбырай Алтынсариннің медалімен марапатталды. В каком году родилась Лила Клаус? Наурызбаева Зираның қандай шығармашылығын білесіңдер? 10-шы сұрақ биылғы «Бір ел, бір кітап» акциясына берілген кітаптар саны не себептен 30? Құрметті достар, берілген сұрақтардың жауаптарын Facebook, Instagram, әлеуметтік беттеріне, Көкпекті кітапханасының парақшаларына жауаптарын жазуға болады. Дұрыс жауап берген алғашқы оқырмандарымызға сыйлығымыз бар. Құрметті достар, белсене қатысуларыңызды сұраймыз. Рахмет.